90 ос хумер. Ұзын тұтықты сүйек. Оның денесі диафизі корпус хумер деп аталады. Денесінің жоғары жағы цилиндр тәрізді, төменгі жағы үшқырлап келеді. Денесінде біз дельта тәрізді бұтырды көреміз, енді дельта тәрізді бұлшық кеппекінет және қоректік тесектерді ажыратамыз. Форамент нутруциум деп аталады. Проксималды эпифизінде бұның шар тәрізді басын көреміз, капут хумери, анатомиялық мойнын көреміз, сосын хирургиялық мойнын көреміз. Хирургиялық мойнын практикалық маңызы тоқпаншылықтың жиі сынатын жері болып табылады. Сосын екі төмпегін ажыратамыз. Үлкен төмпегін туберкулум майыс және кіші төмпегін туберкулум минус. Сосын төмпек аралық жүргесін ажыратамыз. Дисталды эпифизінде тоқпаншылықтың айдаршығын көреміз, кондилус хумери. Айдаршықтың үстіңгі жағында үстіңгі айдаршықтарды көреміз. Медиалды үстіңгі айдаршық және латераль үстіңгі айдаршық. Медиалды үстіңгі айдаршық эпикондилус медиалис, латераль үстіңгі айдаршық эпикондилус латералис. Айдаршықтың басы болады, сосын шығыр тәрізді буын беті болады. Сосын айдаршықтың үстіңгі жағында тәжілік шұңқырын ажыратамыз, тәржілік шұңқырын ажыратамыз. Артқы жағында шынтақ шұңқыры көрініп тұрады.